Баршаңызға сәлем достар. Біз бүгін духовкада пісетін картофель фри дайындаймыз. Біздің картопты фриіміз осындай шырынды, балғын, өте жұмсақ болады. Менің жолдасыма ұнады. Сіздер де міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, маған лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Видео бойынша өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Ең алдымен картопымызды тазалап жуып аламыз. Мен 9 тал картопты қолдандым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша көбірек жасасаңыздар болады. Туралған картоптарыңыз дәл менікіндей біркелкі болғаны жөн, себебі оны пешке салған кезде бәрі біркелкі бірдей уақытта піседі. Картопымызға суымызды құйып 30 минутқа қалдырамыз. 30 минутымыз өтті. Сүзгімен картоптарымызды сүзіп алып, орамалдың көмегімен жақсылап кептіреміз. Кепкен картопымызды противенге рет-ретмен орналастырамыз. Арнайы сепкінің көмегімен күнбағыс майын шашып, қызып тұрған пешімізге 200 градуста 10 минутқа жібереміз. Картоптың дәмдеуіштерін әркім өзінің қалауынша, өзінің сүйгенінше жасаса болады. Менде бұл жерде тұз, паприканың сақталған түрі және қара бұрыш қолдандым. Фридің дәмі осы дәмдеуіштерге байланысты екенін ұмытпаған жөн. Егер де сізде үйде паприка немесе басқа заттар болмаса, құр тұзбен жасасаңыздар да болады. Пешімізден картопымызды алып, дайын болған дәмдеуіштерімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Егер де картопымыз астыға жабысып қалған болса, тағы да үстінен күнбағыс майын сеуіп жіберсеңіздер болады. Барлығын қайта орнына қойып, 10 минутқа тағы да пешімізге жібереміз. 10 минуттан кейін осындай күшті, дәмді картопымыз дайын болады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Мадина.